Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Бүгін бізде мына бір алды соғылған премьера. Алдыңғы жағдайы қалай екен видеоға түсіруді ұмытып кетіппін. Видео басталмай тұрып лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Бұл көліктің жағдайы былай болып тұр. Капот екі жерден майысқан, капот ауысады. Алдыңғы телевизорды тарту керек, кішкене. Мына жақтан майысып кеткен. Мына жақтарын түзеу керек, міне былай майысқан. Мына жақтан майысқан, міне. Кішкене алдыға шығару керек. Бампер жыртылып кеткен. Крыло жарамайды. Жалпы біз бояйтынымыз капот, крыло, бампер. Сосын мына жақта мына есікте бар. Артқы есік боялу керек. Сосын төбесі боялу керек. Төбесінің жағдайы мынандай болып тұр. Лаг ұшып кеткен төбесінде. Енді оның себебі неден болғанын іздемей-ақ қояйық. Жалпы 5 деталь боялу керек. Крышасында бізде қызық болып жатыр. Видеоға түсіруді ұмытып кетіппін. Мына жерде енді кішкентай нәрсе бар, көрсете кетейін. Жалпы бетіндегі мынандай болып жатқан нәрсе бізде лак түсіп қалған жерлері қарайып кеткен. Ал лактың өзі бізде міне бір кішкентай жері бар, көрсете кетейін. Былай шпательмен жай қырғанның өзіне осылай түсіп қалды. Төбесін бәрін осылай шпательмен қырып шықтық. Мына жақтарын уже шкукілеп бастап жатырмыз. Мына жерде анық көрінетін шығармын. Мына жақтан бұлай қырдық бәрін. Енді толықтай шкукілеп тастаймыз мынаның бәрін. Мына жер сияқты. Мына жер сияқты шкукілеп тастаймыз. Айтпақшы, бұл көліктің порогын да жасау керек. Айтуды ұмытып кетіппін. Мына порогының жағдайы мынандай. Орталары кішкене бар, мына жақтары езіліп кеткен. Шығару керек. Мынандай болып жатыр. Арт жағы да сондай. Тесіліп жатыр арт жағы. Мына жақтары да міне езіліп кеткен, мына жағы полный. Мына жақтары міне жасалып бастап жатыр. Бұлай тесіліп қалған. Мына жақтары да солай. Алдыңғы жағы да уже кішкене шығып жасалып жатыр міне. Алдын бұлай жинап қойдық. Капот алып келдік, көк капот. Бұғанда шпаглевка жағылмаған жері қалмады. Крылоға да шпаглевка жақтық. Бамперге пластик праймер шашып, грунтовка шашып қойдық. Бәрі шкукіленіп дайын тұр. Видео түсіруді ұмытып кетіп жүрмін. Жалпы қазір краска шашайын деп отырмыз. Крышаның жағдайы мынандай. Мына жақта міне мына есікте кішкене переход болады. Мына жерде переход болады. Асты жағына бірқатар гравитек шашылды, мінекей. Үстіне қазір краска шашамыз. Бір слой краска шашып қойдық. Бізде мына жақта енді капот кішкене халтурка болып тұр. Неге өйткені капотты осылай тұрған жерде біз ешқашан іш жағын боямайтынбыз. Жерге алып, отдельно боятын едік. Күн суық болғасын бізге қазір отдельно боясақ көп уақыт кетіп қалайын деп тұр. Сол себепті осылай бояп отырмыз. Енді мына жақтарына сәл краска шашылуы сәл қиындау болады. Енді барынша жеткізуге тырысамыз. Сосын бізде мына жерде кішкене мынандай кратер пайда болып жатыр. Темір кішкене суықтау сияқты. Қою краска шашылған кезде мынандай кратер пайда болып жатыр. Ал жұқалап шашқан жерлерге ондай нәрсе жоқ. Красканың цветі примерно кетіп тұр. Мен мына жерде енді негізі ашылды болу керек бұл краска. Бізде бірақ мына жерде кішкене темный оттенк беріп тұр. Мына өзінің краскасы, мынау қазір шашылған бір слой. Мүмкін екінші слойда кішкене ұқсап кететін шығар. Бұйырса краскасы бітті. Капотты полоска ештеңе көрініп тұрған жоқ. Нормально шыққан сияқты. Или көзім алданып тұр ма білмеймін. Қазір уже лакты шашамыз. Кратерге бағана ойық болып жатқан жерлерге шаңдатып шаштым красканы. Жалпы түсі де ондай. Көз алданып тұр. Мына жерде ұқсап тұрған сияқты. Мына жақтан беті қарасаң ұқсамай тұрған сияқты. Ана артқы бампердің несімен. Артқы бампердің сап-сары болып тұр. Мына жағы мынандай аппақ па, бір түрлі болып тұр. Лактан кейін көреміз. Енді былай негізі. Мына жерде переход бар. Байқалып тұрған жоқ ештеңе. Мына жерде де сондай, мына жерлерде переход краскаде. Бұйырса бұл көліктің де жұмысы аяқталды. Бамперді біз толық бояп тастап едік. Сөйтсек үстіңгі жағы мен астыңғы жағы қара болу керек екен. Лакты жақсылап кептіріп, шкуркілеп, қара краска шашып қойдық. Жалпы боялған бөлшектері бампер, капоттың ішкі жағы мен сырты, телевизор, мына бір крыло, сосын крыша. Сосын мына екі есікте бізде переход бар. Мына жерден и бізде пароктар міне мынандай жағдайда қазір.
темірден толық шығарылды, сосын бетіне міне гравитек шашылып, сосын краск шашып, бетіне лак шаштық. Жалпы заводской болмаса да, қазіргі көрінісі алдыңғысымен вообще салыстыруға келмейді, әдемі болып тұр. Мына жағы да сондай. Темірден толық шығарылды мінекей. Мына жақтың порогы да сондай. Шығарылды бұл да темірден. Мына жағы да жер вообще жоқ еді, шіріп кеткен еді. Әдемі болды. Красканың да түсі әдемі келді. Жалпы көрінісі осындай міне. Негізі бұл көлікті бастаған кезде толықтай қалай жұмыс істейтінімізді, немен жұмыс жасайтынымызды барлығын көрсетем деп ойлаған болатым, бірақ видео түсіру соңғы кезде жұмыс болып бара жатыр. Келесі видеоларда бұйырса толықтай қалай істейтінімізді түсіруге тырысамын. Жалпы бүгінге осымен аяқтаймыз. Видеоны лайк басып достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.